Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қызылшадан ағзамызға өте пайдалы екі түрлі салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бірінші салатты дайындау үшін бізге бір үлкен немесе екі орташа көлемді қызылшаны үлкен көзді үккіштен өткізіп алуымыз қажет. Содан соң 2 тісше сарымсақты пресстен өткізіп саламыз. Грек жаңғағын сәл майдалап езіп салатқа қосамыз. Кішкене бөлігін салатты безендіру үшін алып қаламыз. Бір үлкен анарды тазалап саламыз. Оның да кішкене бөлігін салатты безендіру үшін алып қаламыз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Салат пайдалы болу үшін мен қаймақ қостым. Егер де қаймақты ұнатпасаңыз, онда майонезбен араластырсаңыз болады. Салатты әдемілеп тарелкаға салып, үстін анар және грек жаңғағымен әдемілеп безендіреміз. Мінекей біздің пайдалы салатымыз дайын болды. Ас болсын, енді екінші салатымызды әзірлейік. Екінші салатты әзірлеу үшін бір үлкен дана алманы үккіштен өткіземіз. Ұзынша етіп өткізуіміз қажет. Енді бір үлкен қызылшаны да үккіштен өткізіп аламыз. Салатқа шамалы грек жаңғағын қосамыз. Бір ас қасықты лимон шырынын қосамыз. Сұйық май қосамыз. Сұйық майдың орнына зәйтүн майын қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, ыдысқа әдемілеп саламыз. Бұл салатқа лимон шырыны сәл қышқыл дәм береді. Өте дәмді салат, жасап көріңіздер. Салаттың үстін грек жаңғағымен және үккіштен өткізілген алмамен безендіреміз. Мінекей достар, біздің ағзамызға пайдалы қызылшадан жасалған екі түрлі салатымыз дайын болды. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді өте көп дәмді әрі пайдалы рецепттермен қуантатын боламын. Ас болсын, сау болыңыздар.